Құрметті оқушылар, бүгін мен жұмыс істеріме дейін жету үшін маған сіздердің көмектеріңіз қажет. Көмекке дайынбыз ба? Дайынбыз! Жарайсыңдар балалар, ендеше онда бастайық. Біздің сыныпта қанша оқушы бар? 20. Жарайсыңдар. Жақсы. Біздің сыныпта қыз балалардың саны? 14. Жауап дұрыс па? Тамаша. Біздің сыныптағы ұлдарымыздың саны? 9. Жарайсың. Тамаша. Біз нешінші сыныпта оқимыз балалар? 1-ші сыныпта оқимыз. Тамаша. Біздің сыныбымыз Райымбек. Нешінші қабатта орналасқан? Айта қойшы маған. Райымбек нешінші қабатта орналасқан? Айта қой. Райымбектің жауабы дұрыс па балалар? Тамаша балалар, жарайсыңдар. Олай болса, сіздердің көмектеріңізбен мен өзімнің жұмыс істеріме жеттім деп есептеймін. Енді балалар, ары қарата сабағымызды жалғастырайық. Қазір қараңыздар. Біз жұмбақ шешеміз, мұқият тыңдаймыз. Мен оқимын. Сырты қатты, іші тәтті. Бұл не? Жаңғақ дейді. Қол соғайық Райымбекке барлығы оқылар. Тамаша, қазір бізде не нәрсе екенін көрейікші. Мінекей, жұмбақтың шешуі балалар. Неке бізге? Жаңғақ екен. Дұрыс айтасыңдар. Олай болатын болса балалар, біз бұны неге айтып тұрмыз? Себебі біздің жаңа сабағымыз бүгін осы жаңғаққа байланысты болады. Ендеше балалар, біз сіздермен бүгін міне қандай өлеңмен танысамыз? Тамаша, біздер бүгін сіздермен қанша жаңғақ осы есеп өлеңмен және сонымен қатар сіздермен заттың санын білдіретін сөздер. Санын білдіретін сөздер. Санын білдіретін сөздер. Міне, сіздермен біз бүгін осы тақырыппен танысамыз. Тақырыпты мұқият есіңізге сақтап қаламыз. Жақсы. Жарайды. Фатима, тағы оқып жүрсіз сабақтың тақырыбын. Оқи ғой. Дауысын шығар. Қанша жаңғақ заттың санын білдіретін сөздер. Тамаша. Қол соқ жөнек Фатима. Жарайсың Фатима, отыра ғой. Әрі қарай балалар. Енді біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болады екен? Әмина оқи ғой. Дауысын шығарып қатты оқышы. Сабақтың мақсаты өлеңді мәнерлеп түсініп оқиды. Мәтіннен қанша нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді анықтайды, орынды қолданады. Тамаша, Әмина. Жақсы балалар. Олай болатын болса, біз оқулықтың бізде қараңдаршы, міне оқулықтың 121-ші бетіндегі Сұлтан Қалиұлының қанша жаңғақ деп аталатын есеп өлеңін барлығымыз аштық па? Аштық. Енді аштық балалар, қараңдар, сол өлеңді біздер қазір тыңдап көрейік. Мұқият назар аударыңдар. Қанша жаңғақ Сұлтан Қалиұлы. Сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Науатпенен Маратқа, Саматпенен Сағатқа, апасына Қанаттың екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшы, алды. Міне, тамаша. Өлеңмен таныстық па? Таныстық. Енді өлеңмен таныстық балалар біздер былай істейік. Барлығымыз түгелдей оқулыққа назар аударайық. Енді осы өлеңді біз тізбектей оқиық. Жарайды ма? Өлеңді тізбектей оқиық. Жақсы. Маған өлеңді оқиды Айша. Айша оқи ғой. Тақырыпты оқы. Дауысын шығарып оқы. Исмаил. Тармақпен жалғастырамыз. Екінші тармақ. Жаңғақ бар. Айша. Науатпенен Маратқа, Ерғанат. Саматпенен Сағатқа, Ания. апасына Қанат. Дауыстарын шығармақсыңдар балалар. Апасына Қанаттың Айсұлтан дұрыс, анасына, апасына Қанат. Екі-екіден тараттым. Әмина. Қанша жаңғақ қалғанын Айзере. айта қойшы,
Енді біздер қазір қараңыздар. Өлеңді тізбекте оқыдық, немен оқыдық? Шумақпен бе, тармақпен бе? Тармақпен оқыдық. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша. Өлеңді біз тармақпен оқыдық. Енді осы өлеңді бала тұтас оқиық. Бізден өлеңді маған тұтас оқиды. Адиля, Русланымызға Адиля. Алтындай. Қанша жаңғақ сөмкемде менің әуелде 13 жаңғақ бар еді. Науат пенен Маратқа, Самат пенен Сағатқа, апасының Қанатқа екі-екіден тараттым. Қанша жаңғақ қалғанын айта қойшым ал бәрін. Жақсы. Енді бұл өлеңнің авторы кім дейді? Жақсы, өлеңнің авторы Сұлтан Қалиұлы бала. Олай болатын болса, осы Сұлтан Қалиұлы туралы бұл ақын ғой, ақын жазушы. Осы туралы аздаған ғана автор туралы біз мәлімет тыңдап кетейік. Исмаил оқшы. Исмаил, мәлімет оқы. Түгелдей бала экранға назар аударамыз. Түгелдей барлығымыз экранға назар аударып, автор туралы мағлұматты оқып тыңдаймыз. Сұлтан Қалиев ақын 1943 жылы Жамбыл облысы Жамбыл ауданында туған. Сәлем саған мектебім деген кітабы 1983 жылы жарық көрді. Тамаша, отырамыз. Барлығымыз Исмаилді. Тамаша. Енді сонымен бала, Сұлтан Қалиев кім болды? Ақын болды. Ол қай облысында туған дейді? Жамбыл облысында туған. Бұл жаңағы автордың қандай кітабы жарық көрген екен қараңдаршы. Бәріміз оқиықшы. Сәлем саған мектебім. Дұрыс айтасыңдар. Тамаша, сәлем саған мектебімнің бағанағы бұл автордың кітабы жарық көрген екен. Енді балалар, біздер айттық қой, бұл есе өлеңге ұсай ғой, иә? Енді біздерге айтып тұр. Сіздерге мынандай сұрақ. Өлең не туралы кім айтатынын? Қол көтеріп жұмыс істейміз. Өлең не туралы? Дымхамед, өлең не туралы айта қойшы. Тұра, айта ғой. Өлең не туралы айта ғой. Не туралы? Жаңа шештік қой жұмбақ. Өлең не туралы? Жұмбақ шештік қой. Сәлима көмектесін. Өлең не туралы? Қаттай. Не туралы дейді өлең? Жаңғақ туралы. Ал Сәлиманың жауабын балалар дұрыс қой. Біздер от шашу арқылы бағалайықшы Сәлиманы. Арқылы бағалап жүрміз. Тамаша. Дымхамед сабақтың жатында отыр, жарайды ма? Жақсы, өлең балалар жаңғақ туралы. Енді бізге бұл өлең сонда қанша жаңғақтың қалғанын естеңдер дейді. Табыңдар. Солай ғой, қанша жаңғақтың. Енді біздер естеріңізде болса, математикадан жұптап санауды өттік пе? Естеріңізде өттік қой. Міне енді дәл осы жерде біздің осы білімімізді іске асырып, іс жүзінде жаңа пайдаланатын бізге уақытымыз келіп тұр. Олай болса біз осы жұптап санауын өзіміз жаңағы іс жүзінде пайдаланып көрейік. Мына қараңдар балалар. Мына қосында барлығы неше жаңғақ бар? 13 жаңғақ бар. Ал жақсы, соны қазір екі-екіден таратамыз. Қараңдар. Науатқа бердім. Міне 2 жаңғақ. Содан кейін Маратқа бердім 2 жаңғақ. Сосын кім бар? Саматқа бердім 2 жаңғақ. Сосын Сағатқа бердім 2 жаңғақ. Қараңдар. Және Қанаттың апасына бердік 2 жаңғақ. Жақсы. Енді біз неше жаңғақты бердік? Тұратында осыны жұптап санаймыз. Енді кім жұптап санайды? Жұптап санау керек. Жұптап. Тағы. Айзере жұптап сана. Айт, міне, көрсеттер балалар. Сана 2. Қат сана Айзере. 2. Санаймыз бәріміз. Жұптаймыз. 4. Молодцы, тамаша қол соғамыз. 10 жаңғақ болды, иә? Жақсы, 10 жаңғақ болды. Барлығы тыңдап отырыңдар, барлығы. Кәуірде құрасыңдар математикалық. Барлығы бізде 13 жаңғақ болды. 10 жаңғақты беріп тастадық. Енді сөмкеде қалды неше жаңғақ? Ал кім қалды? Тамаша, 3 жаңғақ қалды. Жақсы, енді 3 жаңғақ қалғанын қалай таптық? Қалай таптық? Математикалық қандай көрінеді? 13 пен 10-ның айырмасы тең 3-ке. Тамаша. Бастамаға сен бағылаймыз. Тамаша. 13 пен 10-ның айырмасы 3-ке тең дейді. Тамаша, молодцы, жарайсыздар балалар. Мінекей, оны біздер дәлелдейік. Шынымен де біздің қол жұмысының түбінде 3 жаңғақ қалған екен. Жақсы. Енді балалар, жұмысымызды ары қарата жалғастырамыз. Енді барлығымыз оқулыққа назар аударамыз. Енді біз осының ішіне неше деген сұраққа жауап беріп тұрған сөзді табамыз. Одан іздейміз, барлығымыз жұмыс істейміз. Ал Камила айта ғой.
Қараймыз түгілгенге. Неше деген сұраққа жауап беріп тұрған сөз? 13. Дұрыс, 13. Жақсы, Камила келесі. Әділия. 2 дұрыс айтасыңдар. Қанша 13 немесе неше 13 деген бағанағы сөздер бұлар заттың несін білдіріп тұр деп ойлайсыңдар ба? Санын, тамаша. Енді сіздермен біз бір ой ойнайық, заттың санын білдіріп тұр. Енді олай болса балалар, біз енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбының өзі заттың несін білдіріп тұрдар. Қанша жаңа заттың санын білдіріп тұрдар. Енді біздер сіздермен қазір адасқан тыңдаймыз, балалар сосын барып жұмыс жасаймыз. Адасқан тіркестер дейтін бағана ой ойнаймыз, иә. Енді осы тіркестерді орнына қоя отырып, ойланамыз, бірден жауап бермейміз, сәл кішкене ойланамыз, ойланып барып, біздер осы адасқан тіркестерден ережені қорқып шығарамыз. Сәлима, Дұмхамед. Қазір Сәлим, күте тұрыңдар балалар. Сәлима өзіңіз күтейік алу. Сәлима жауап алсын. Сәлиманың жауабы дұрыс болса, от шашу арқылы бағалап отырамыз. Жауап дұрыс па? Бірінші, от шашу арқылы бағалап берейік. Тамаша. Келесі. Айда. Енді қайда? Біріңізмен. Жауап дұрыс па, Хатиме? Браво. Ойлану керек, бұл жауап емес дейді. Айша, келе ғой. Аян саған қаратсаңыз. Енді біздер қайсы бар? Жауап дұрыс па, басқа маған сен бағалай жіберейік балалар. Енді балалар, оқып отырыңдар өздері, қазір ережені құрып шығарасыңдар. Жақындатамыз. Абзал жақындатыңдар, балаларға оқуға ыңғайлы болу үшін жақындата қоямыз. Абзалды бағалай жібереміз балалар. Жауап дұрыс па? Шапалағасымен. Жарайсың, браво. Қолдан жіберейік. Енді балалар, осы ережені маған оқып беріңдер. Айша оқи ғой, Сұңғат, Айша оқи ғой. Барыңыз түгелдей балалар. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша, нешінші сұрақтары қойылады. Тамаша, жарайсың Айша. Енді барыңыз оқишы балалар, түгелдей. Заттың санын білдіретін сөздерге молодцы, жарайсыңдар, өте жақсы. Міне осы ережені енді не істемейміз балалар? Ұмытпаймыз. Бұл ережені біздер ұмытпауымыз керек. Осыны есте сақтап қалуымыз қажет. Жақсы, жарайды. Жақсы балалар, екінші жаттығудан бірінші сөйлем жаза қояйық. Түгелдей дәптерлеріңді ашыңдар. Бұл жерде қараңыздаршы, екінші жаттығуда міне көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазыңдар деген. Жақсы, кім тақтаға келгісі келеді? Екінші жаттығуды орындағанымыз. Азат жолдан жазамыз. Біздің барлығын жазамыз. Кітапта бар. Сіздер кітаптан жазып тұрсыздар. Біздің. Бұл тапсырманың дискрепторы мінтір балалар. Тиісті сөзді қойып жазады, жазылған сөзге сұрақ қояды. Жаздың ба? Жақсы, енді сөйлемді оқи ғой жазған, Камила. Тез сөйлемді оқы. Біздің сыныпта 23 оқушы бар. Сенің көп нүктенің орнына қойған сөзің қайсысы? 23. Қалай сұрақ қоясыз соған? Оған қанша, нешіншіні қоймаймыз, қанша және неше. Біздің сыныпта қанша оқушы бар? Осылай айтасың, жарайсың, Камила. Енді соны астыңызға қой. Бұл заттың несін білдіріп тұрған сөз? Оқушылардың несін білдіріп тұр? Санын білдіріп тұр. Осылай айтасың, тамаша. Қоя ғой.
Жақсы. Енді балалар, жарайды. Енді тез жұппен жұмыс орындаймыз. Мына жерде ішінде сан есімдері бар. Заттың санын білдіріп тұрған сөздер бар. Соны тездетіп жасап қойыңдар. Балалар, сіз тапсырмамыз дайын ба? Оқи қойыңдар. Қай жұп дайын? Дайын сұрақ оқи қойыңдар. Оқи қойыңдар. Екі оқи қойыңдар. Құмалақ деген. Сізде қандай сөз шықты? Мимика арқылы өздері мимикасымен бір-біріне бағалай қойыңдар. Екінші топта біздерде. Екінші топтан кім дайын? Екінші топта оқи қой. Үш бұрыш, бір қазан. Айсұлтан, сізде қандай сөз шықты? Бұнда да жақсы, жарайды балалар. Жарайсыңдар. Жақсы. Енді топпен жұмысқа кірісейік балалар. Бұлай болатын болса, топпен жұмысқа ашқа жұмыс орындарына бара қойыңдар. Топпен жұмысты аяқтадық па балалар? Қандай болды шешуі? Тамаша. Сіздерді бұл топты қандай жауап дұрыс? Сәнді жылшамен бағалаймыз. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі сабақ барлығыңызға түсінікті ме? Түсінікті болса, түрлі түсті сигналды карточкалармен көтере қоямыз. Бүгін сонымен затты сөздерді қарастырдық. Оларға